Біздің ата-бабаларымыз қоршаған ортамен етене өмір сүріп, өздерін табиғаттың ажырамас бөлшегі санаған. Бұл басты тұрмыс қағидаты. Ұлы даланы мекендеген халықтардың дүниетанымы мен құндылықтарын қалыптастырды. Өз жазуы мен мифологиясы бар Қазақстанның ежелгі тұрғындарының озық мәдениеті болды. Олардың мұрасының жарқын көрінісі, көркем болмысы мен рухани байлығының айшықты белгісі. Аң стилі өнері, жануарлар бейнесін тұрмыста пайдалану адам мен табиғаттың өзара байланысының символына баланып, көшпенділердің рухани бағытларын айқындап отырған. Олар жыртқыштардың негізінен мысық, тұқымдас аңдардың суретін көбірек қолданған. Егемен Қазақстанның символдарының бірі жергілікті жануарлар әлемінде сирек кездесетін тұрпаты текті барысы екенін кездейсоқ емес. Бұл ретте аң стилі бабаларымыздың айрықша жоғары өндірістік тәжірибесі болғанын көрсетеді. Олар ояулап, кескіндеудің, металлмен жұмыс істеудің техникасын, соның ішінде мыс пен қоладан балқымалар жасаудың және құймалар қоюдың, жайма алтын дайындаудың күрделі әдістерін жақсы меңгерген. Жалпы аң стилі феномені әлемдік өнердегі биік белестердің бірі саналады.